Assalamualaikum ağa. Aleyküm assalam. Шешең қайда? Үйде, кірсеңіз. Уақытым жоқ мен, шақыр. Саламатсыз ба? Пәтер ақысын дей алдыңыз. Уақыт әлде қашан өтіп кетті ғой. Сіз осылай созып жүре бересіз ба? Өтініш азырақ күте тұрыңызшы. Жақында айлық алам ғой, берем. Қазір ешқандай мүмкіншілігім болмай тұр. Айлық алғанда берем дегенің 2 ай болды ғой. Тұрасыңдар ма? Нормально төлеп тұрыңдар. Төлей алмайсың ба? Шығып кет. Мен әрқайсының жағдайларына қарайтындай миллионер емеспін. 3 күн уақыт берем. Ақшасын таппасаң, үйді босат. Тапқан екенсіңдер. Тегіннен тегін тұратын жерді. Енді не істейміз анашым? Ертең үйден қуып жіберсе, қайда барып тұрамыз? Білмеймін балам. Уақытында көрерміз. Жүре. Не болды? Тыныштық па? Түрің бұзылып кетіпті. Жоқ, ештеңе болған жоқ. Бәрі дұрыс. Қайтпайсың ба? Жоқ, мен осында боламын. Біреу келу керек еді, соны күтіп отырмын. Өзің біл. Анашым, неге кеш келдіңіз? Жұмысыңыз көбейіп кетті ма? Балам,
Бүгін бір қызық оқиға болды. Қандай? Мен өте көп ақша тауып алдым. Қанша? Білмеймін, өте көп. Санаған жоқпын. Бір білерім, мен өмірімде ондай ақша көрген емеспін. Үй сатып алуға жетеді ма? Қандай үй? Жақсы үй. Сонша ақша тауып екенсіз, бір үй сатып алайықшы. Балам, үй сатып алатындай, бұл ақша біздің ақшамыз емес. Мұны біреу байқаусызда жоғалтып алған болуы мүмкін. Қазір шарқ ұрып іздеп жүрген шығар. Біз мұны иесіне қайтаруға тиіспіз. Иесі келер деп кешке дейін күттім. Бірақ келмеді. Ой, анашым. Ол сіздің алғаныңызды көрген де жоқ, білмейді да. Ол көрмесе, Алла көріп тұр ғой. Енді үй алсын деп, сол Алла берген шығар осы ақшаны. Жоқ, олай болмайды. Бұл ақшаны иесіне қайтарамыз. Иесі келмесе не істейміз? Онда полицияға апарып тапсырамын. Есінде болсын, балам. Бұл қаражат біреудің маңдай терімен табылған ақша болуы мүмкін. Ешкім көрген жоқ. Мен оны тауып алдым деп өз мүддеңе жарату адамгершілік қасиетке жат нәрсе. Қалай болғанда да бұл ақшаны пайдалануға біздің ешқандай қақымыз жоқ. Не болды бауырым? Бірдеңе іздедің ба? Иә, іздедім. Осы жерде қара сумка жоғалып еді. Көрмедің ба? Не жағдай болғанын айтпай-ақ қояйын. Бірақ осында бір сумка жоғалды. Көрмедің ба? Жоқ, байқамадым. Жай сумка ма? Ішінде бірдеңе бар ма? Ой, не қыласың, ішінде не бар екен? Көрген болсаң, шыныңды айтқаның дұрыс. Алдап тұрған болсаң, айтып қояйын. Оңдырмайым. Білмеймін мен. Көрген жоқпын ешқандай сумка. Братан. Қара сумка ма? Иә? Қазір есіме түсті. Кеше көше сыпыратын бір әйел осы жерде қара сумка ұстап отырған. Так, Біреу келеді деді ма, біреуді күтіп отырды ма? қайда ол әйел? Білмеймін. Бүгін жұмысқа шықпады. Адрес. Ау? Мекен жайын білесің ба деймін? Білем ғой. Жазып алсаңшы. Айта бер, жаттап алам. Әке, мен ақшаның ізін тапқан сияқтымын. Кеше мына жерде біреулер бір әйелдің қара сумка ұстап отырғанын көріпті. Мен сол әйелдің адресін алдым. Аға, болды. Жарайды. Қазір барам. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз кеше қара сумка тауып алғаныңыз рас ба? Сіз кім боласыз? Мен сол қара сумканың егесі едім. Тауып алғаныңыз рас па? Иә, рас. Бірақ сол сумка неге екеніңізді қалай дәлелдейсіз? Менің есім Асқар Сағатұлы. Қаладағы ірі кәсіпкерлердің бірімін. Сол қара сумканың ішіндегі қанша ақша бар, номерлердің бәрін білем. Номерлердің бәрі жазулы тұр. Тексереміз ба?
Мына тұрған менің ұлым. Ақмақ кеше ақшаны байқаусызда жоғалтып алыпты. Маған сенбей тұрсыз ба? Ақшаны қайтарып бере салыңыз. Қазір. Кеше тауып алған жерде біраз отырып күттім. Бүгін де сол жерге барып күтпекші болған едім, бірақ кішкене сырқаттанып жұмысқа шыға алмай қалдым. Айып етпеңіз. Рахмет. Отағасы үйде ма? Жоқ, бас ием осыдан 4 жыл бұрын қайтыс болған. Қазір ол екеуміз тұрамыз. Кешіріңіз. Оқасы жоқ. Мынау менің сізге деген рахметім болсын. Қажет емес. Әуре болмаңыз. Қажет болып қалар, ала беріңіз. Рахмет сізге. Жақсы сау болыңыз. Сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сіздер кім болдыңыздар? Сіз өзіңіз кімсіз? Мен осы үйдің егесі болам. Егесі? Иә, осы үйдің егесі болам. Бұл кісілер кім болды сонда? Бұл кісілер ма? Бұл кісілер пәтер жалдаушылар ғой. Пәтер жалдаушылар ма? Иә. 2 ай болды, ақшасын төлей алмай жүр ғой. Сонымен кім болдыңыздар сіздер? Біз жай. Міне, сіздердің жаңа пәтерлеріңіз. Қарындасым, біздің компанияның атынан осы пәтер сізге сыйлық. Осы ұлыңыз екеуіңіз осы жерде өсіп, өніп, бақытты өмір сүріңіздер. Құтты болсын енді пәтеріңіз.